Selam dostlar, kanalıma hoş geldinizler. Ерекше дәмді әрі оңай жасалатын тамақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Қызыл пештімізді турап аламыз. Төрт тал жасыл перец турайым. Да, осылай екі тал пиязымыз бар. Соларды тураймыз. Төрт-бес тал. Соның ішіне қарай салып төрт-бес тал картошка тураймыз. Төрт-бес тал. Өте оңай, істеп көріңіздер. Kanalıma тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Төрт-бес тал чеснок, sarımsak тураймыз. Үлкен болса, екі помидор, кішкене болса, осылай мен сияқты 3 помидор турасаңыздар болады. Şimdi o zaman 600 gram harcımız var şimdi. Şimdi kuzanımız. Kuzanım var. İki kaşık dolusu ne? Tamam bir kaşık. Tamam bir kaşık. Bir kaşık var. Kavrulmuş. Rıcımızın. Kırmızı. Kırılmış. Biraz da kırılmış. Tamam. Tuzumuz var. Kırmızı bir böyle. Az altay zeytin ayın. Soğuyalım. Şimdi olsun. Çok sağlıklı. Arasınız. Tuzunu kavuruyoruz. Tuzunu çekiyor. Salsa boşuna aşağı salıyoruz. Boşuna orasını siyasi yakın. Bunu üstü Arap tabasıyla yapalım. Böyle olayı tecrüz aldım. Осылай жақсылап араластырдым. Енді қасықпен осылай басып қойыңыздар. Алдын ала ысытып қойған пешімізге, духовкамызға 180 градуста ысытып қойдым. Соған 1 сағат бойы қоямыз. Üstü қып-қызыл болып, әдемі толық пісқанша пеште болады.